Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Книга Илай атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Илай қирандыға толы тас жолмен жылжып келеді. Ол жол жиегіндегі лашыққа кіріп керек заттарды іздейді. Ішінен оны нағыз қазына күтіп тұрады. Сосын ол ас даярлап кішкене тышқанға үлесін береді. Ұйықтар алдында сүйікті әуенін қосады. Күн сәулесі көзге түскенде ол жолға шығады. Оның жолынан бір қыз кездеседі. Ол тұзақ болатын. Бұзақылар оның сөмкесін беруді сұрайды. Ол оларға түзелуге мүмкіндік береді. Сосын олардың тас талқанын шығарады. Қызды тірі қалдырып батысқа қарай сапарын жалғастырады. Оған жергілікті бұзақылар тобы кездеседі. Бірақ олар тым көп, ол көмектесе алмайды. Кеш бата ол тірі қалғандардың тұрақтарына жетеді. Жергілікті саудагерден ол керек зат бар ма деп сұрайды. Оған өтемақы ретінде оттық пен KFC-дің бір затын береді. Кенет көшеден дәл сол баскесерлер өтеді. Олар Карнелоға керек кітаптар алып келеді. Бірақ оған керек кітап бұл жерде жоқ. Ал Илай жергілікті барға кіруге шешім қабылдайды. Ол су алмақ болады. Оған бір баскесер тисе бастайды. Илай оны бірден жөніне қояды. Сосын барлық баскесерлер оған тиіспек болады. Олардың тас талқанын шығарады. Осының барлығын көріп тұрған Салара оның тоқтатуын сұрайды. Оның артынан қаланың мэрі де келеді. Оны тергеп жатып, оған өз топтарына қосылуды ұсынады. Өйткені бұл жерден ондай мықты адамды әлі көрмеген. Бірақ Илайға ештеңе керек емес. Бар болғаны батысқа жетсе болды. Кетер алдын ойлану үшін тағы бір күн қалуын сұрайды. Оған бірден сыйлықтар жібереді. Карнела ондайлармен көндіре алмайтынын түсініп, Салараны қолданбақ болады. Бірақ Илай намысты жігіт. Оған жай ғана кетуді ұсынады. Қыз оны шығарса, Карнега оны өлтіретінін айтады. Қыз кітапты көріп қалады. Ол айтпауын сұрап, сөмкесіне салып қояды. Сосын кешкі ас ішуді ұсынады. Азанда қыз анасымен Илай секілді дұға оқымақ болады. Оны Карнега көріп қалып, қыздан қандай да бір кітап оқымадың ба деп сұрайды. Қызға кітап туралы айтуға тура келеді. Ол бірден Илайға барғанда ол жоқ болып шығады. Бірақ оны көшеден тауып алады. Карнега оған сен керексің, бірақ кітап сенен де маңыздырақ дейді. Ол кітапты алмайынша тоқтамайтынын айтады. Илай оған осы уақытқа дейін кітапқа қуанатын жерді іздеп жүргенін, бірақ бұл ондай жер емес екенін айтады. Карнега оны өлтіруді бұйырады. Бірақ атқан оқтары бір ғажаппен оған тимейді. Ал оның әр оғы дәл тиеді. Осыдан кейін Реджи оны жібереді. Жолда оны Салара қуып жетіп, өзімен алып кетсе, суды қайдан алуға болатынын айтады. Олар шөлмектерін толтырып кеткелі жатқанда, Илай есікті жауып, қызды қамап, жалғыз кетуді шешеді. Осы уақытта Реджи қайдағы бір кітап үшін өмірлерін қатерге тіккені үшін Карнегадан ақша сұрайды. Карнега келіседі. Салара жалғыз кетіп баратып, басында кездескен тұзақ қызды кездестіреді. Қыз одан тезірек кетуін сұрайды, өйткені бұл кезекті бір тұзақ. Кенеттен Илай келіп, қызды құтқарып, өзімен бірге ала кетеді. Карнега олардың ізіне түседі, бірақ қараңғы түсуге аз қалды. Олардың барлығы демалуға шешім қабылдайды. Илай бұл кітап соғыстан аман қалған. Соғыс дінді құрту үшін болған. Бір күні ішкі даусы осы кітапқа алып келгенін айтады. Кейін кітапты батысқа қауіпсіз жерге апаруын сұраған. Азанда олар жолға шығады. Жолда олар жалғыз үйді көреді. Ол жерде тұзаққа түседі. Бірақ әйел адам оларды қонақ етеді. Ал үй артында нағыз мазар болады. Илай олардың адам етін жейтінін түсінеді. Бірақ сол сәтте бұл жерге Карнега келеді. Шал мен кемпір Илаймен біргеді. Оған өздерінің қаруын ұсынады. Содан кейін нағыз тозақ атыс басталады. Шал мен кемпір оққа ұшады. Илайға әдеттегідей оқ тимейді. Дегенмен оларды қоршап алады. Карнега Салараны өлтірмек болғанда, Илай кітаптың қайда жасырынғанын айтады. Оны бірден атып тастайды. Ол есін жоғалтып құлайды. Салара жолда кетіп баратып көліктің аударылуына себеп болады. Ол граната алып кезекті көлікті жарып тастайды. Сосын Илайға қарай жол тартады. Жанармай таусылуына байланысты Карнега қалаға қайтуды тапсырады. Салара қайтып келгенде Илай жоқ болып шығады. Ол ештеңеге қарамай батысқа жол тартқан. Олар бірге жасыл алаңға жетеді. Олар аралды көріп, қайықты тауып, соған қарай жүзеді. Илайдың күші таусылуда.
Салара ескекті өзі есіп жетеді. Арал бүткіл адамзатқа қауіпсіз жер екен. Бұл жерде керектінің бәрі бар, тек інжіл жоқ. Илай оның бар екенін айтады. Бірақ ол нашарлап қалған. Илай осы уақытқа дейін қорғаған кітап соқырларға арналған болып шығады. Карнега бұған қатты ашуланады. Ал Илай осы уақытқа дейін соқыр болған. Ол кітапты оңай қорғаған, өйткені Құдай қорғады. Карнега соқыр әйеліне кітапты оқуды сұрайды. Ол оқи алады, бірақ өзі мен қызына көрсеткен қорлығы үшін айтпайды. Бірақ бұл аса маңызды емес, өйткені осы сәттен бастап ол бұл жердің басшысы емес. Ал Илай барлық кітапты толық айтып береді. Сосын інжілді кітапханаға өткізеді. Осымен фильм аяқталады. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.